Сәлем көрермен, біз бүгін 9 сыныптың бір өлшемді массивті деректерді енгізу және шығару тақырыбын өтетін боламыз. Тізімге деректерді енгізу түрлері, ол бізде деректерді пернетақтадан енгізу, келесі деректерді кездейсоқ оператормен енгізу, деректерді файлдан оқыту деп үш түрге бөлінеді. Деректерді пернетақтадан енгізу, ол бізде мына мысалдан көріп тұрғандарыңдай, массив элементтерінің саны, келесі А тең, тік жақшаның ішінде 0, n ұзындығындағы массивті 0-мен толтырып құрамыз. For I in range жақшаның ішінде 0 үтір n, массивтің әрбір элементін пайдаланушы енгізеді. Келесі жол ол бізде әр санды енгізіп, сәйкес индекс бойынша массивке сақтаймыз. Print шығару, ол бізде нәтижені экранға шығарады. Келесі, деректерді кездейсоқ оператормен енгізу. Бұнда да мысал берілген, әр жолдың мысалынан кодтан кейін оның анықтамасы жазылған. Келесі, деректерді файлдан оқыту. Әрине, файлды ашады бірінші, содан кейін мәтінді оқып массивке айналдырады. Барлық мазмұнын оқимыз, файлды жабамыз. Келесі, бұнда сендерге берілген практикалық тапсырмалар. Бірінші тапсырма, берілген кодтарды компьютерге теріп нәтижесін тап. Код берілген, оның нәтижесін табады. Әр балдар жазылып тұр, қанша, қайда берілу керегі. Екінші тапсырма, есепті шығар. B20 массив элементтердің мәнін, яғни 20-дан 50 арасындағы кездейсоқ сандардан құрастырып, жұп сандарды экранға шығар. Яғни сендерге шарт берілген, сол шарт бойынша кодтарды теріп өздерің жасайтын боласыңдар.